называется 12 ложек. Добавляем 3 яйца, 12 столовых ложек сахара, теперь взбиваем. Жұмыртқа мен қантты жақсылап миксермен еземіз. Осылай аппақ ісіп әдемі болу керек. Добавляем 12 ложек молока. Добавляем 12 ложек масла. Жарты лимонның қабығын теркадан өткізіп, содан ішкі жұмсақ жерінің бәрі суын қасықпен алып қосамыз. Шемішкесін алып тастаймыз. Лимонды өткізіп болғасын, мынандай сетечканы алып, ой түсіп кетті. Қазір жуып алады. Бұл менің бірінші видеом, сіңліммен бірге істеген пирогымыз. Мен түсіріп тұрғам, ол істеп тұрған. Соны бағалап кетіңіздер. Енді бірінші видео кішкене көлеңкі болады. Сол үшін бағалап мені 1000 просмотр болады мекен деп істеген екеуміздің видеомыз ең бірінші. Осылай лимонның суын сығып алып қолмен қосып ішіне. Жақсылап қалған қабығын тастаймыз. Қолымызбен жақсылап сығып алдық.
Енді 12 ас қасық ұн саламыз. Оны електен елеп дайындап аламыз. Сөйтіп 12 қасықты салып, және де миксерлейміз. Бір шай қасық разрыхлительді алып ұнға қосып, үнеліктен өткізіп қосамыз. Жақсы видео түсіретін адам сенің онша емес нәрсеңді әдемі қылып түсіріп көрсетеді. Әдемі посудамен түсірсең вообще күшті болады да, профессионально. Енді лопаточканы алып, жақсылап араластырамыз. Ал ендеше біздің пирогтың қамыры дайын болып қалды. Енді формамызды алып, бізде осындай форма. Оған май жағып, ішіне дайын қамырымызды құйып, пешке алдын ала біз оны қосып қойғанбыз пешті 180 градусқа 30-35 минутте дайын болады. Мың просмотр жинаңыздар. Все зависит. Ал ендеше біздің пирогымыз дайын болды. Оны сахарный пудрамен сеуіп, бетін әдемілеп, қазір формадан шығарып аламыз. Қандай тамаша, жұп-жұмсақ, дәмді, күшті болды. Егер сіздерге де ұнаса осы видео, осы пирогты істеп көріп, лайк басып, жазылып кетуді каналға ұмыт кетпей. Ал ендеше пирог сіздерге ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіп, өздеріңе сақтап қалың.